Құрметті тыңдармандар, бүгін өлеңге байланысты есептерді шығару әдістерін жалғастырамыз. Өткен сабақта айтқан болатынбыз, өлеңге арналған есептердің бірнеше типі бар. Өткен жолы біз өлеңнің құрамын табуға арналған есеп болатын. Бұл жолы өлеңнен қышқыл ерітіндісін алу немесе қышқылдан өлең ерітіндісін алуға арналған есепті қарастырайық. Мысалы, номер екінші мысал деп қояйық. Бұда берілгені былай бір оқып көрейін. 5% өлең алу үшін массасы 131 грамм 40% күкірт қышқыл ерітіндісіне массасы қандай 30% өлеумді қосу керек. Шарт түрде былай жазайық. H2SO4 көбейтілген SO3 бұл алғашқы өлеум. Оған күкірт қышқыл ерітіндісін қосатын болсақ, күкірт қышқыл ерітіндісін шарт түрде былай жазуға болады. Ерітінді болғаннан кейін оның құрамында су бар, H2O. Сол кезде түзіледі өлеу, басқа тек қана одағы күкірт қышқылының концентрациясы алғашқы қарағанда төменірек. H2SO4 көбейтілген SO3. Енді есептің шартындағы мәндерді жоғары жағына жазып қояйын, түсінікті болу үшін. 5%, значит, бұнда 5%, 95% қышқыл алу керек. Қышқылдың массасы 131 грамм. Қышқылдың массасы. Ондағы күкірт қышқылының массалық үлесі 40%. Значит, демек, мынау 40%. Олай болса су 60%. Енді өлеумнің дегі күкірт триоксидінің массалық үлесі 30%. Демек, күкірт қышқылының массалық үлесі 70%. Мына қышқылдың массасы 131 грамм. Енді бұлай жазғаннан кейін есептің шартын тағы да бір қайталап жіберейін. Массалық үлесі 5% өлеум алу үшін массасы 131 грамм 40% күкірт ерітіндісіне массасы қандай 30% өлеумді қосу керек. Міне есептің шарты. Біз енді қарасақ, мына бірінші компонентте мұнда күкірт қышқылы бар, екінші қышқылдың ерітіндісінде күкірт қышқылы бар, үшінші өлеумде де күкірт қышқылы бар. Демек, бұл бізге қандай мүмкіндік береді? Күкірт қышқылының бойынша материалдық баланс теңдеуін құруымызға болады. Мысалы, енді күкірт қышқыл массасы 98 грамм моль. Түсінікті болу үшін жазып қояйық. Мынау 80 грамм моль. Күкірт қышқылы 98 грамм моль. Судың молярлық массасы 18 грамм бөлінген моль. Міне. Енді материалдық баланс теңдеуін күкірт қышқылы бойынша құру үшін біз бірінші мұндағы бастапқы өлеум ерітіндісіндегі күкірт қышқылының массасын тауып алуымыз керек. Күкірт қышқылдың құрамындағы күкірт қышқылының массасын екеуінің қосындысы және екеуін қосқанда қосында түсірілетін күкірт қышқылының массасы барлық қосылып, мына соңғы өлеумдегі күкірт қышқылының массасына тең болу керек. Ал бастайық. Бірінші бастапқы өлеумдегі күкірт қышқыл массасы. Егер оның массасы бізге белгісіз болса, біз оны N1 деп белгілейік. Қышқылдың массасын. Олай болатын болса болады N1 H2SO4
тең болады бірінші олеу көбейтілген омега H2 СО4. Олай болса, мұнда 70% болғандықтан 0,70 Е1 болады. Сол сияқты екінші компонент күкірт қышқыл ерітіндісіндегі сусыз күкірт қышқыл массасын есептейік. Оны 2 деп белгілесек. М2 H2 СО4 ол тең болады М2 ерітінді күкірт ерітіндісі көбейтілген ондағы күкірт қышқыл массалар үлесіне H2 СО4. Күкірт қышқылының ерітінді массасы берілген 131 грамм, демек 131 грамм көбейтілген 0,40, 40%. 0,40. Бұны есептеуге де болады. 131 көбейтілген 0,40. Әзір мен кеше есептеген едім. Бұл болады 52,4. Тең болады 52,4 грамм. Енді біз екеуін бір-біріне қосқан кезде, бастапқы олеумдегі СО3 пенен күкірт қышқыл ерітіндісіндегі су екеуі әрекеттесіп, тағы да қосымша күкірт қышқылын түзеді. Енді біз оны да ескеруіміз керек. Оның массасын реакция теңдеуі бойынша есептейміз. Ол үшін реакция теңдеуін жазайық. СО3 плюс H2 СО4, СО3 қосылған H2O тең болады H2 СО4. Есептің шарты бойынша бірінші бастапқы олеумнен концентрациясы азырақ басқа олеум тұзылып тұр. Демек, күкірт қышқылының құрамындағы су реакция кезінде жоқ болып кетеді. Демек, біз түзілетін күкірт қышқылының массасын СО3 бойынша емес, су бойынша есептеуіміз керек. Ал судың массасы, судың массасын тауып алайық. Егер бүкіл масса берілген болса, мұнда судың массасы М, екінші компонент су тең болады М ерітінді көбейтілген омега су. Ерітінің массасы 131 грамм, көбейтілген ол 60%, значит 0,60 тең болады 78-де 6. Тең болады 78-де 6 грамм. Енді біз реакция теңдеуі бойынша есептейміз. Су бойынша. Бізде судың молярлық массасы 18 грамм моль. Күкірт қышқылынікі 98 грамм моль. Судың массасы белгілі болғандықтан прямо 76 массасы бойынша есептеуімізге болады. М3 деп қояйық. Немесе судың зат мөлшерін біліп алсақ, реакция теңдеуі бойынша түзілетін күкірт қышқылының зат мөлшері ол судың зат мөлшеріне тең. Значит, N H2 СО4 ол тең болады N су. Ол тең болады 78-де 6 бөлінген 18-ге. 18 грамм бөлінген моль. Сонда ол болады 4,367 моль. 4,367 моль. Демек, қосымша
4,67 моль күкірт қышқылы түзіледі. Енді оның массасын табайық. Оны Е3-те белгілесек, Е3H2SO4 тең болады N3 үшінші H2SO4 көбейтілген молямдық массасы H2SO4 орындана қоямыз 4,367 моль көбейтілген 98 грамм моль. Сол кезде шығады есептеген едім 427-де 9 грамм. 427-де 9 грамм. Бұл қосымша түзілген күкірт қышқылының массасы. Енді барлығын түгендейік. Күкірт қышқыл массасы. Бірінші, бастапқы олеумдегі күкірт қышқыл массасын біз бағана есептеген болатынбыз. Ол 0,70 М1 0,70 М1 қосылған қышқылдың құрамында қышқылдың массасы ол 52-де 4 грамм болған. 52-де 4 грамм қосылған. Қазіргі екеуін қосқанда түзілген қышқыл массасы ол біз қазір таптық 427,9 грамм. Осының барлығы тең болу керек. Мына түзілетін олеумдегі күкірт қышқылының массасына. Оның бәрін біз қосатын болсақ, бізде бірінші олеумның массасы белгісіз. Оны Е1 дегенбіз. Е1 қосылған күкірт қышқылының массасы ол 131. Ал түзілген олеумдегі күкірт қышқылының массалық үлесі 0,95. Міне біз күкірт қышқылы бойынша материалдық баланс теңдеуін құрдық. Енді есептеу қалды математика. Жақшан ашайық алдымен. 0,70 М1 қосылған 52-де 4 қала береді, қосылған 427-де 9 бұл да қала береді, тең болады 0,95 М1 қосылған, мынаны көбейтсек бізде болады 124-де 5. 124-де 5. Енді белгісіздерді бір жағына жинасақ, сонда 0,70, мына жақта 0,95. Мына кіші болғандықтан оң жаққа жіберейік, сонда 0,25 М1 болады. Сандарды бос мүшені сол жаққа жіберейік. Сонда мына екеуін қосып, мына алып тастауымыз керек. Осы істейтін болсақ, бізде болады 355-те 8. 355-те 8. Бұдан М1 тең болады 355-те 8 бөлінген 0,25. Есептесек болады 1423,2 грамм. Жауабы міне. 5% олеум алу үшін 131 грамм 40% күкірт қышқыл ерітіндісіне 30% олеумның 1423,2 грамм қосу керек. Есеп аяқталды.